Саламатсыздар ма, балалар? Қазақ тілі пәнінен жол қауіпсіздігінің ережелері тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Біз сіздермен көлік және жол белгілері тақырыбындағы бөлімді бастаған болатынбыз. Өткен сабақта біз бағдаршам және оның тарихымен таныс болдық. Сондай-ақ біз сендермен сан есімнің не екенін еске түсіріп, құрамына қарай ажыратуды үйрендік. Енді бүгінгі сабақ мақсатымен таныс болыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырасыңдар. Сондай-ақ суреттер желісі бойынша әңгіме жазатын боласыңдар және сол әңгіменің ішінен сан есімді дұрыс қолдана білетін боласыңдар. Балалар, жол қауіпсіздігінің ережелеріне байланысты мына мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Құрметті балалар, жолдан өтерде абай болыңыздар. Жол ережелерін сақтау сіздің өміріңіздің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Көшеде жүрген кезде сақ болыңыз. Жолмен өтетін болсаңыз, міндетті түрде бағдаршамның жасыл түсі жанғанда ғана өтіңіз. Жолдан жаяу жүргінші өтетін жол немесе жер асты жолымен өтіңіз. Ал егер жаяу жүргінші өтетін жол жоқ болса, көлік қозғалысына қарама-қарсы жол шетімен жүріңіз. Балалар, автобуста, сондай-ақ бағдарлы таксилерде тұтқадан ұстап тұрыңыз. Егерде сапарға шыққан жағдайда автокөлікке отыратын болсаңыз, міндетті түрде қауіпсіздік белбеуін тағыңыз. Қауіпсіздік белбеуі түрлі апаттар болғанда немесе соқтығысқан жағдайда сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз етеді. Сондай-ақ балалардың алдыңғы орындықтарға отыруға болмайтындығын біліп жүріңіз. Тағы бір ескере кететін жайт, жолдың шетінде еш уақытта ойнамаңыздар. Бұл көлік қозғалысының, сондай-ақ сіздің өміріңіздің қауіпсіздігінің бір айқын белгісі болып табылады. Кенеттен сіз жүгіретін доп немесе ойнап жүрген дүниеңіз жол шетіне қарай шығып кетсе, абайсызда көлік қақтығыстары болып, денеңізге жарақаттар тиюі мүмкін. Сондықтан ролик, скейтборд және велосипед теберде абай болыңыз. Жолдың көлік жүретін бөлігіне еш уақытта шықпаңыз. Міне балалар, осындай қарапайым ережелер сіздің өміріңізді сақтайды және де адамдардың жарақаттануына жол бермей, қайғылы оқиғалардың болдырмауына үлкен сеп болады. Балалар, мәтін түсінікті деп ойлаймын. Олай болса, мынандай тапсырмаларды орындайық. Тыңдаған ақпараттарды есте сақтап, қажет болса жазып алайық. Сондай-ақ суретте берілген нақты ақпараттарға сұрақтар құрастырайық. Тапсырманы орындаудың дескрипторлары мынадай. Берілген ақпараттарды есте сақтайды, тыңдалған мәтін ішінен нақты ақпараттарды біледі және сол нақты ақпараттарға 5 сұрақ құрастырады. Балалар, енді оқу мақсатының екінші кезеңіне сурет желісі бойынша әңгіме құрастырайық. Балалар, суретке мұқият қарайық. Нені байқадық? Кімдерді көріп тұрмыз? Қандай жағдай орын алған? Бағдаршам жұмыс істеп тұрма? Көліктерді реттеп тұрған адамды кім дейміз? Осы жағдайлардың барлығын ескеріп, суреттердің желісін сақтай отырып, әңгіме құрастырайық. Кейіпкерлерге ат қояйық. Бұл оқу тапсырмасының орындаудың дескрипторы төмендегідей. Суреттердегі әр детальға мән береді, кейіпкерлер әрекетіне сай әңгіме құрастырады, сөз санын сақтайды, яғни 60 сөз болуы керек. Сондай-ақ мәтін ішінде сан есімдерді дұрыс қолдана алады. Балалар, сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Біз бүгін жол қауіпсіздігі ережелерімен таныстық. Сондай-ақ
нақты ақпараттарға сұрақтар құрастыра білеміз. Сондай-ақ суреттерге қарап, әңгіме құрастыра аламыз деген ойдамын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.